Айттым балам ертерек шық деп. Мына жұма намазға кешігетін болды. Жол патруль полициясы. Капитан Жүсіпбеков Асыл. Құжаттарыңызды бола ма? Ассалаумалейкум. Қазір мәңіз. Уағалейкум ассалам. Бекарыс мырза, жол ережесін бұздыңыз. Көліктен шығамыз. Бекарыс мырза, асықсыз ғой. Жол ережесін байқаусызда бұзып қойдым. Сәл асықсызда өдім. Капитан мырза, мен жарты саатқа жібере тұрасыз ба? Қайқа асықсыз? Жұма намазға кешігіп тұр еді. Соған мына құжаттарым сізге. Жарты сағаттан келгеннен кейін сөйлессек. Жұма намаз дейсіз бе? Жарты сағат дейсіз ғой. Так, онда битейік. Сізді жарты сағатқа жібере тұрайын. Жарты сағаттан кешіксеңіз, штрафыңыз 2 есе көбейеді. Жарайды, рахмет. Алла разы болсын. Осында болам. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Бекарыс мырза, уақытысында келдіңіз. Біз жаңа сізді тексеріп көрсек, елді ешқандай жол ережесін бұзбаған екенсіз. Сондықтан да біз сізді ауызша ескертейік дедік. Міне құжаттарыңызды алыңыз. Жоқ, капитан мырза. Жол ережесін бұздым ба? Айыппұл жазып беріңіздер. Қойыңыз енді бәке. Құжаттарыңызды алыңыз да кете берсеңізші болды ғой. Жоқ, болай болмайды жігіттер. Жол ережесін бұздым ба? Айыппұл жазып беріңіздер. Жаш. Осы 10 күндік ішінде төлейтін болсаңыз, 50% жеңілдікпен төлейсіз. Сондықтан да тезірек төлеп тастаңыз, жарай ма? Жарайды. Рахмет. Мәңіз. Сау болыңыздар. Нағыз азамат екен, Әр қазақтың жігіті осындай болса, Қазақстанымыз ең алдыңғы мемлекеттердің қатарынан болар еді. Жүр. Әке, неге бізге кете бер дегенде кете бермедік? Балам, екі қолыңмен істеген нәрсеңді мойныңмен көтеруің керек. Ешқашанда пара беріп жеңіл жолмен жүруші болма. Әрқашанда адал өз ісіңе тура бол.